Осы аптадағы поэзия бетін Қуаныш Ахметовтың өлеңдеріне арнаймыз. Ақын жырларын орталықтандырылған кітапхана қызметкерлері оқиды. Омба архиві Қуаныш Ахметовке. Ұлтымыздан туған талай кемеңгер, омбы маған қасиетті терең жер, архивінде бабалардың ізі көп, іздеп тапсан жаңалыққа бөлендел. Міне мынау қазағымның хандары, міне мынау орыс билік алғаны, Каптевич пен Глазенаптың жарлығы, Сарыарқада 8 дуан салғаны. Адам болса ізкесуге зерделі, табылады сан дәуірдің өрнегі. Мына құжат Ұлытаудың тарихы, мына бейне Аға Сұлтан төрдегі. Демидомбы жезқазғаннан тұралыз, осы архивке 4-5 келді қуаныш, құшақ-құшақ сарқағаздан сыр іздеп, сан жаңалық тапқанына куәміз. Келемінде бақтаруға қалғанын, арқа-жарқа арқалады алғанын, Ұлытау мен Ақмоланың тарихын оқыдық біз газеттерге жазғанын. Әбжан Әбілтай Қуаныш Ахметовтың рухына. Баланған біреуге ұлы, біреуге әрі, бабамның қораш көрер кімерлігін. Екеуміз отырушы емен жарқын еске алып бесетпенен тілеуліні. Қос батыр ырзығы мол қош көріпті, болғанмен қан майданды қош көріпті. Арқаға ақтық байлап ант су ішіп, арадан құл өтпейтін дос болыпты. Мәрттік ай, көрді берді, айтты бітті. Айтсаң сен дәл осындай айт құрыпты. Тілеулі көңіл ауып ересеттін, нақтуған қарындасын айттырыпты. Сол кезде Қыпшақ құда тамаменде, дегендей қатын жолда бала белде. Бар жоғы 9 әйел алып татам, біз соның ұрпағымыз аман өнген. Қуаныш Ахметов Ұлытау. Ауасы дерттің дауасы, Ұлытау деген тауысы. Қазақтың осы адамы, қазақтың осы хауасы. Кетбұғы отпен өрлеген, көсеген мұнда көктеген. Әмірлер ақсақ темірлер, бұл тауға соқпай өтпеген. Шежіре сырға қанығек, едіге жырға жаныбек. Алаштың туын ең алғаш, тіккен жер керей Жәнібек. Жұлдыздың бөлек жарығы, ұл қыздың ерек дарыны, тамсантқан кене сарыны, аңсатқан асан қайғыны. Тірліктің нұрын күткен ел, бірліктің туын тіккен жер, қазаққа садақ кезенген, талай жау тізе бүккен жер.